Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін биология пәніне жиі қолданып үйренеміз. Біз 7-ші сынып 3-ші тоқсан тақырыбы жүйке жүйесінің типтерін қарастырамыз. Сабақтың мақсаты жануарлардағы жүйке жүйесінің типтерін салыстырады. Тапсырма ментальды карта құрастыру изимейт A арқылы. Оқушылар 3 топқа бөлінеді. Әр топ жануарлардың жүйке жүйесінің белгілі бір түрін зерттеп, изимейт G платформасына ментальды карта жасайды. 2-ші топ саты тәрізді жүйке жүйесін, 3-ші топ орталық жүйке жүйесіне ментальды карта жасайды. Енді интернеттен іздеу батырмасын басып, қазақша немесе ағылшынша изимейт A деп іздейміз. Өзімізге ыңғайлы тілді таңдап, оң жақ бөлімнен И бөліміне кіреміз. Соның ішінде өзімізге қажетті AI ментальды карта батырмасын басамыз. Осы жерге енді біздің бірінші топтың промптын енгіземіз. Бірінші топ бізде жүйке торын қарастырады. Енді біздің И генерация жасайды. Осы жерде бізде жүйке торы, яғни диффузды жүйке жүйесін талдап береді. Бұл жерде қарасаңыздар, бұны жасанды интеллект жасағанымен өздеріңізде қосымша ақпарат қоса аласыздар, немесе керек емес жерлер болса, оны алып тастай аласыздар, және де қосымша сөздер қоса аласыздар. Енді дәл осы ментальды картамызды біз өзімізге сақтай аламыз. Осындай күйде болады. Енді 2-ші топ промптын аламыз. 2-ші топ бізде саты тәрізді жүйке жүйесі. Яғни көшіреміз промптты, жаңағы жерге қайтадан ментальды картаны басып, өзіміздің сатылы жүйке жүйесін жазамыз. Сіздер промптты ChatGPT арқылы іздесеңіздер де болады, немесе тек қана сатылы жүйке жүйесі деп жазсаңыздарды да И сіздерге генерациялап береді. Үшінші топ промптты, яғни бұлар орталық жүйке жүйесін көшіріп, жаңағы AI ментальная карта бөлімшесіне басып, қайтадан тақырыбымызды енгізеді. Яғни бұл жерде оқушылардың 3 тобы да ментальды карта арқылы жұмыс жасайды. Енді 3 топта өздерің жасаған ментальды карталарың бір-біріне алмастырады, сілтемесін жібереді, немесе өздерінің сақтап қойып бір-бірімен салыстыратын болады. Сөйтіп бүгінгі күннің тақырыбы, яғни жүйке жүйесінің типтері, сабақтың мақсаты жануарлардағы жүйке жүйесінің негізгі типтерін салыстыру мақсатын осылай ашамыз.